43 жаттың берді. Қане, кім оқиды? Оқиды ғой. Менің қаламым, сенің қаламың, сіздің қаламыңыз, оның қаламы. Тамаша, жарайсың. Тағы кім оқиды? Қайсар оқиды? Бірінші жақ менің домбырам, екінші жақ сенің домбыран, сыпайы оқиды сіздің домбыраңыз, үшінші жақ оның домбырасы. Тамаша. Тағы кім оқиды? Диас оқиды ғой. Бірінші жақ менің домбырам, екінші жақ сенің домбырам, сыпайы түрде сіздің домбыраңыз, үшінші жақ оның домбырасы. Тамаша. Ал балалар, сендер барлықтар осылай жазып келдіңдер ма? Осылай жазып келетін болса, онда зат есімнің тәуелденуі дегеніміз не кешегі білген соң? Ережені кім айтады? Ережені Дидар айтады. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар дейміз. Мысалы, өнерім, әжем, әкем, аты, атасы. Қанша жақта тәуелден еткен зат есім? Үш жақта. Қалай? Менің, сенің, сіздің, оның. 10. Тамаша, жарайсың отыра. Тағы кім айтады ережені? Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғау тәуелдік жалғау деп атаймыз. Мысалы, өнерім, әкем, әжем, аты, атасы тәуелдік жалғау үш жақта бөлінеді. Үш жаққа Тәуелденеді, иә? бөлінеді. Жекеше және көпше түрде айтылады. Мысалы, менің досым, сенің досың, сіздің досыңыз, оның досы. Тамаша. Балалар, сендер жазып келген жаттығуда қандай сөздер бар еді? Әмина, қылқалам дейді. Тағы да қандай сөз бар? Домбыра. Қылқалам не істейді? Қылқаламмен сурет салады. Домбыра не істейді? Күй күйші екен, иә? Бұның барлығы балалар неге жатады? Өнерге жатады екен, тамаша. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі екен. Ал бүгінгі біздің алдымызға қойған мақсатымыз балалар зат есімді тәуелденуін көріп екенбіз. Тірек сөздер мен суреттерді пайдалана отырып әңгіме құра көріп екенбіз. Ал сабағымыздың мақсатымызға жету үшін балалар біз мына оюлардың артында жабыстырып тұрған тапсырмаларды орындауымыз қажет екен. Бұл ою да балалар өнерге жатады, иә? Ою, темір түйген, ағаш ойған, бұның барлығы не екен балалар? Өнер екен балалар. Бірінші тапсырмамызды орындау үшін мына оюды ашуымыз қажет. Тапсырмаға дайынбыз ба балалар? Иә. Ал мен тапсырманы ашайын. Қандай сурет көріп тұрмыз балалар? Телефон. Балалар, бірінші тапсырма бізде телефон тапсырмасы. Ал енді телефон тапсырмасын орындау барысында сендердің алдарыңда оюлы бағалау қағаздар бар. Әрбір тапсырманы дұрыс орындаған сайын балдарымызды көтеріп қойып отырамыз. Жарайды ма? Жарайды. Ал бұл әр топқа белгілі топтық жұмыс бізде. Көріп отырмыз ба балалар? Иә. QR-код арқылы телефонымызды алып тапсырманы орындауға тырысамыз. Топтық жұмыс. Ал балалар, видеоны көріп болдық па? Видеоны көріп болсақ, сендердегі видео не туралы болды? Кіргенше туралы болды. Сендерде? Тоқмашы. Ал сіздерде қандай видео болды? Ағаш шебері туралы видео болды. Ал енді видеоны көріп болсақ, сол туралы өз ойларыңды әңгіме құрап, постерге жазамыз. Тапсырма түсінікті ғой? Иә. Орындап болсақ, әр
Алдары шығып, көздерді қорғай ортаға, кім шығады бірінші қатардан? Інжу шығасында шығады. Екінші қатардан Айберген шығады. Дидар шығады. Ал бала, сендердің жазған сөйлемдердің ішінде зат есім бар ма? Інжу? Ыдыс, Айберген, Дидар, көйлек. Ал енді бала, осы сөздер тәуелдеп жүрмейікші? Менің ыдысым, сенің ыдысың, сіздің ыдысыңыз, оның ыдысы. Тамаша. Менің шием, сенің шиен, сіздің шиеніз, оның шиен. Тамаша. Менің көйлегім, сенің көйлегің, сіздің көйлегіңіз, оның көйлегі. Жарайсыңдар. Дұрыс қой барлығы, иә? Иә. Балалар, біз қазір тапсырманы орындадық қой, иә? Егер педагог арқылы әңгімені құрасақ, бір балл қоямыз өзімізге, постерге жазсақ, бір балл, зат есімді тәуелдесек, бір балл қоямыз, иә? Барлық балдарды қойсақ, алдымыздағы бағалау парағына белгілеп қоямыз. Балалар, бірінші тапсырманы біз өте жақсы орындадық. Енді біздің ойылымыздың екінші тапсырмасы бар екен. Ашайық па? Иә. Бізде нені сурет көздіңіз? Дәптер. Екінші тапсырмамыз дәптермен жұмыс істеп аталады. Кітабымызды ашайық. Кітабымызды ашсақ, оқулығымызда 45-ші оқуға қараймыз. Тапсырманы кім оқиды балалар? София оқу ғой. 45-ші жаттығу мәтінді тексті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Ақши Аминаның ауылда ши өседі. Амина бір тума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқыды. Ши тоқы өнер. Тамаша. Енді бұл жерде ешқандай тыныс белгі жоқ балалар, иә? Қазір осыны тақтаға тыныс белгісін қойып жазамыз. Дәптерімізді ашып, тақтаға кім шығады бірінші сөйлемге? Так. Ал бірінші сөйлемге. Тамаша. Ал балалар, кім келесі үшінші сөйлемге шығады? Берат шығасында келеді. Келесі сөйлемге Диас келе ғой. Балалар, тамаша жарайсыздар. Жеке жұмысты, тақтамен жұмысты өте жақсы орындадыңдар. Енді тыныс белгіні дұрыс қойсақ бір балл қоямыз. Қатесіз көркем әдемі жазсақ бір балл қоямыз, иә? Өзімізге бағалау парағына балдарымызды қойып орындар. Тамаша, тақтамен бірде қатесіз жаздық қой, иә? Иә. Тамаша, балды қойып алдық па? Иә. Жақсы. Ал балалар, оюды келесі тапсырмасын ашуда кезекке келіп қалыпты, иә? Аша берейін ба? Иә. Ал, оюдың астына не шықты? Ою шықты. Біз қолымыз шаршаған шығар жазу жазып, иә? Олай болса орнымыздан тұрып, ою келіп жіберейік, иә?
Сәйкестендіру. Олай болатын болса, сендердің алдарында сәйкестендіру кестесі тұр бала. Адасқан жалғауларды дұрыс сәйкестендірейік. Кәні, алдарында тапсырмам ондай болады. Ал бала, келесі қоюдың тапсырмасын ашуға рұқсат етіңдер. Не көріп тұрмыз? Теледидар. Келесі тапсырма теледидармен жұмыс жасаймыз. Балалар, ендігі тапсырма бізде теледидармен депке. Енді бұл теледидарда біз құрбақаға көмектесуіміз қажет. Сұрақтарға дұрыс жауап берсек, құрбақа көлге батып кетпейді екен. Кім бірінші болып шығады екен? Әрсен, кел ал. Үйім сөзі қай жақта тәуелденіп тұр дейді. Үйім сөзі. Тамаша, тамаша. Келесі. Ал, келесі құрбақаға кім көмектесер екен? Ал, жаңа келе ғой. Бөлме сөзінің екінші жақ көпше түрде тәуелде дейді. Ойыншық сөзінің үшінші жақта тәуелде. Тамаша, тамаша. Көмектес ал. Келесіге. Ал, екі айтыдар келе ғой. Кемесі сөзі қай жақта тәуелденіп тұр? Менің кемем, таншыдам айтып жерейік. Менің кемем, сіздің кемең, сіздің кемеңіз, оның кемесі. Қай жақта сонда? Тамаша, тамаша. Келесі. Диас келе ғой. Жылдам жүгіріп келе ғой, Диас. Сақинаңыз сөзі қай жақта тәуелденіп тұр? Сақинаңыз. Батып кетті, сыпайы түрі дейді. Ал, келесі. Әнжіл келе ғой. Бірінші жақ. Тамаша. Көмектесе алды. Келесі. Кәусар келе ғой. Ыдысы. Сенің ыдысың, сіздің ыдысың, оның ыдысы. Екінші жақ. Тамаша. Келесі. Кім шыққан жоқ? Медина келе ғой. Сағат сөзінің бірінші жақта тәуелде. Менің сағатым дейді. Тамаша. Келесі. Кім шыққан жоқ? Ернар ма келе ғой, Ернар. Дұрыс тәуелденген қатарды тап дейді. Тамаша. Келесі. София келе ғой. Қасықтары сөзі қай жақта тұр? Тамаша, көмектесе алды. Кім шыққан жоқ? Ерасыл келе ғой. Шықпаған оқушылар бар ма, балалар? Домбыра сөзі бірінші жақ көпше түрде тәуелде дейді. Көпше түрде. Бірінші жақ. Менің домбырам, сенің домбырам, оның домбырасы. Тамаша. Келесі, Сапарғали Дидар. Жалғауы қай жақта тұр? Жалғауы үшінші жақ. Тамаша. Келесі, шықпаған оқушыларға әліне келе ғой. Жылдам. Дос сөзін көпше түрде тәуелде дейді. Сенің досың. Көпше түрде. Біздің досымыз.
Тамаша. Тамаша. Келесі кім шыққан жоқ? Алуаға теле қоялы. Кітаптың суреті тұр, осыны не дейді? Екінші жақта тәуелді дейді. Екінші жақ. Екінші жақ. Тамаша. Нұрәлі келе қойшындан. Сызғыш сөздің үшінші жақта тәуелді дейді. Тамаша. Ал балалар, құрбақаға да көмектестік қой, иә? Екі тапсырманы бірдей орындадық. Ал балалар, сәйкестендіруді дұрыс орындадық па? Тексерейікші қане. Менің қаламым, домбырам, сенің домбырам. Ал балалар, соңғы тапсырмаға да келіп қалдық, иә? Ой-ойды аша берейін, иә? Балалар, не көріп тұрмыз? Шар. Көңілді шарлар еді. Ал енді біз шарларда жазылған сөздерді дұрыс тәуелдеп өз ұяшықтарына салуымыз қажет, иә? Әр топтан бір оқушы жылдам шығып орындаймыз балалар. Қандай сөз алып оқып кетпейміз ба? Қандай сөз алып? Досым дейді. Тамаша. Келесі екінші. Қоя береміз. Жиһазым, тамаша. Қандай сөз? Тамаша. Қандай сөз? Тамаша. Кәні? Орамалы дейді. Кәні орамалы тәуелдеп жіберейікші шатасы тұр екен бала. Тыныш. Қалып кеткен екі шартар екен кім алады? Сен алған жоқсың ба? Әмин айтсын. Қандай сөз келді? Сөмке. Ал енді мен тексеріп көрейін балалар, иә? Бірінші қатарда қате жоқ па? Досым, моншағым, тамаша, сыныбым, кілемім, жиһазым, арманым, тамаша. Келесі, қағазым, балығым, кітабым, дәрігері, шатасыпты, дәрігері. Дәрігер деген сөзді тәуелдеп жіберейікші. Senin dərgərin, sizin dərgəriniz, onun dərgəri. Үшінші жақта дәрігер деген сөзді кім алды? Шатастық, иә? Келесі. Сағатым, кітабым, анам, телефоным, сөмке, тарапым. Үшінші жақта ұшағы, орамалы. Тамаша. Балалар өте жақсы орындарында. Егер осы тапсырманы дұрыс орындаған оқушы болатын болса, бір балдан бағалау тарапын қойып қоямыз. Тамаша. Балалар, барлығымыз бүгін өте жақсы сабаққа қатысты. Бүгін қандай тақырыппен таныстық балалар? Зат есімнің тәуелденуі, иә? Біз тәуелдей аламыз ба? Қанша жақта тәуелденуі? Үш жақта. Мектеп деген сөз тәуелдеп жіберейікші. Қойса. Тамаша. Көрсетуде тәуелдене ме екен? Доп деген сөзді көрсетуде тәуелдеп жіберейікші. Үнжеу. Біздің добрымыз, сендер дом.
Bizlerin toplarımız, oladın topları. Доптары. Тамаша, олардың доптары. Бала, олай болатын болса, енді қанша балауды көрсетейікші? Бәріміз маған. Ал 9 бала алғандар? Тамаша, бүгін барлығымыз сабаққа жақсы атсалысыппыз, е? Сабағымыздың мақсатына жеттік па? Кез келген записьті тәуелдей аламыз ба, бала? Тәуелдей аламыз, е? Ал бала, біз оюдың бізге берген барлық тапсырмасын орындай алдық, е? Тапсырмалар ұнады ма сендерге? Ұнаса, біз бүгінгі қандай тақырыппен таныстық, бала? Айта қойшы. Zat есімді тәуелдеуді. Зат есімді тәуелдеуді үйрендік, е? Ал зат есім дегеніміздің өзі не еді? Кім айтады? Дидар айта қойшы, зат есім дегеніміз не еді? Заттың атын білдіретін сөздердің зат есімі дейміз. Зат есімге қойылатын сұрақтар Бауыржан, кітап. Тамаша, олай болатын болса, кім Бауыржан деп кіміз, е? Осыны тәуелдеп жіберейікші. Тәуелдеп жіберейікші, кім тәуелдейді? Қойса? Бауыржаным, сенің Бауыржаным, сіздің Бауыржаныңыз, оның Бауыржаным. Ал мектеп деген сөзді кім тәуелдейді екен? Диас? Менің Тамаша. Мінекей, зат есім қанша жақта тәуелденеді екен, бала? 3 жақта тәуелденеді екен, е? Мені, сені, сіздерді, оларды. Тамаша, жарайсыңдар, бала. Бала, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік десек, сабақ ұнады десек, кері байланыс берейік, е? Барлығымыз бері қарайықшы, бала. Бала, мына жақта бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар дейді. Егер бүгін сабақ сендерге ұнаса, сабақты түсінсе, жасыл түсті белгілейміз. Әлі де сабақтан түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, мына сары түсті белгілейміз. Ал бүгінгі сабақта еш нәрсе түсіне алмадым, зат есімді меңгерген жоқпын десе, мына түсті белгілейміз, е? Кәні, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді кері белгілей қойыңдаршы. Бір рет қана басамыз. Болды, алғыс бастығым болды. Аға келесі. Тамаша, барлығымыз орындадық па, бала? Ал бала, сабақты жақсы орындады. Енді үйге тапсырма беруде сәтті келіп қалды. Үйге 46 жаттығуды аламыз. Ши туралы дерек көздерден бізде шиді 3 жақта тәуелдеп келеді және мәлім қоймыз ши туралы. Іздеген дерек көздеріне байланысты күнделікке жазып аламыз. Ал бала, күнделікке жазып алып, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысыңдар. Қоңырау соғылды. Бәріміз сабақ аяқталып шыға қойдық.